Қарағанды облысында ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім беру мен медициналық көмек қол жетімді ме? Аймақ жетекшісі Жеңіс Қасымбек мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарымен кездесіп, осы мәселені талқылады. Облыс басшысы онлайн форматта ерекше балалардың ата-аналарымен кездесу өткізді. Күн тәртібінде білім беру мен медициналық көмектің қолжетімділігі, балғындардың мәдени ошаққа баруы мен мүмкіндігі шектеулі балалардың дене шынықтыру, оның ішінде спортпен шұғылдануға қандай жағдай жасалатынын анықтап білді. Родителей разработана анкета. Ата-аналардың өтініші бойынша екі тілде Google жүйесі арқылы өзектендірілген сауалнама әзірленді. Сауалнама нәтижелері талқыланады. 1 қыркүйектен бастап аутизмі бар балаларға арналған орталық өз жұмысын бастайды. Сондай-ақ ерекше балалармен жұмыс істеу үшін мамандар даярлау жалғасуда. Мамыр айында 600-ден астам мұғалім мен 60 ата-ана қосымша оқудан өтеді. Ресей академиясында бейімделген дене шынықтыру бойынша онлайн курстар басталады. Осы биылғы жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда 957 бала, 1000-ға тарта бала спортпен шұғылдануда. Бұл спортқа қабілетті бар балалар санының 36%-ын құрайды. Мүмкіндігі шектелген балалармен жұмыс жүргізетін жаттықтырушылар санының жеткіліксіздігін ескере отырып, 2022 жылы мүгедек спорт мектебіне 12 жаттықтырушы штаты бөлінді. Ата-аналар оңалту орталықтар туралы ақпараттың жоқтығына шағымданды. Ал денсаулық сақтау басқармасы мамандарының айтуынша, қазір барлық мәліметтер қолжетімді. Жан Нұрсындетолақызы, Нұрсұлтан Исаев, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.